Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жай бөлшектерді аралас сандарды көбейту. Сабақтың мақсаты жай бөлшектерді аралас сандарды көбейтуді орындау. Бағалау критерийі жай бөлшекті жай бөлшекке көбейтеді, аралас сандарды көбейтуді орындайды. Жай бөлшекті жай бөлшекке көбейту үшін әр бөлшектердің алымдарын көбейтіп, көбейтіндің мәнін жай бөлшектің алымына жазамыз. Әр бөлшектердің бөлімдерін көбейтіп, көбейтіндінің мәнін жай бөлшектің бөліміне жазамыз. Формула бойынша b-дан a көбейту d-дан s тең болады b көбейту d алымында a көбейту s. Мысалы, 5-тен 4 көбейту 7-ден 6 тең бөлімдерін көбейтеміз, 5 пен 7-ні көбейтіп бөліміне жазамыз, 4 пен 6-ны көбейтіп алымына жазамыз. Нәтижесінде 5-ті 7-ге көбейтсек 35 шығады, 4-ті 6-ға көбейтсек 24 шығады. Жауабы 35-тен 24 болады. Есте сақтаңыз. Жай бөлшектерді көбейту кезінде алдымен бөлшектерді қысқартып алған ыңғайлы. Егер көбейтіндіде бөлшектің алымы мен бөлімінің ортақ бөлгіштері бар болса, оны қысқарту керек. Мысалы, 32-ден 27 көбейту 45-тен 24. Бұл жерде біз 27 мен 45-ті 9-ға қысқартамыз, 27-ні 9-ға бөлеміз 3 шығады, 45-ті 9-ға бөлеміз 5 шығады. 32 мен 24-ті де қысқартуға болады. Бұл сандарды 8-ге қысқартамыз. 32-ні 8-ге бөлеміз 4 шығады, 24-ті 8-ге бөлеміз 3 шығады. Енді алымдарын көбейтіп алымына жазамыз. 3 көбейту 3, бөлімдерін көбейтіп бөліміне жазамыз. 4 көбейту 5. Нәтижесінде 4-ті 5-ке көбейткен кезде 20 болады. 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. Жауабы 20-дан 9 шығады. Жай бөлшекті натурал санға көбейту үшін натурал санды бөлшектің алымына көбейтіп, алым етіп жазып, бөлімін сол қалпында жазу керек. Формуламен b-дан a көбейту n тең a көбейту n алымына жазамыз, бөлімі b өзгеріссіз қалады. Мысалы, 8-ден 1 көбейту 3. Натурал санды алымына көбейтеміз, бөлімін еш өзгеріссіз қалдырамыз. Сонда 8-ден 1 көбейту 3, жауабы 8-ден 3 болады. Есте сақтаңыз, жай бөлшектерді натурал санға көбейту кезінде алдымен қысқартып алған ыңғайлы. Егер натурал сан мен бөлшектің бөлімінің ортақ белгілері бар болса, оны қысқарту керек. Мысалы, 25-тен 17 көбейту 50 тең болады. 17 мен 50-ді көбейтіп аламыз, бөлеміз 25-ке. 25 пен 50 қысқарады. 25-ке 25-ті 25-ке бөлеміз 1 болады, 50-ді 25-ке бөлсек 2 болады. Нәтижесінде 17-ні 2-ге көбейтеміз, 34 шығады. 12-ден 5-ті 6-ға көбейткен кезде 5 пен 6-ны көбейтіп алымына жазамыз, бөлімі өзгеріссіз қалады. 12 мен 6 қысқарады. 12-ні 6-ға бөлеміз 2 шығады, 6-ны 6-ға бөлеміз 1 шығады. 5 пен 1-ді көбейтеміз 5 болады, бөлімінде 2 болады. 2-ден 5-ті бұрыс бөлшек, оны аралас санға айналдырсақ, 2,2-ден 1 шығады. Аралас санды аралас санға көбейту үшін аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырып, содан кейін алымы мен алымын, бөлімі мен бөлімін көбейту керек. Мысалы, 3,5-тен 3 көбейту 9,6-дан 1 тең 3,5-тен 3-ті бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, 5-тен 18 болады. 9,6-дан 1-ді бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, 6-дан 55 болады. Енді алымдарын көбейтіп алымына жазамыз, 18 пен 55-ті көбейтеміз, бөлімдерін көбейтіп бөліміне жазамыз, 5 пен 6-ны көбейтеміз. Енді 18 пен 6-ны қысқартып аламыз 6-ға, 18-ді 6-ға бөлсек 3 шығады, 6-ны 6-ға бөлсек 1 шығады. 5 пен 55-ті қысқартып аламыз, екеуі де ортақ 5 деген санға бөлінеді. 5-ті 5-ке бөлсек 1 болады, 55-ті 5-ке бөлсек 11 болады. Алымдарын көбейтіп алымына жазамыз, 3 көбейту 11, алымында бөлімінде 1 көбейту 1, 1 болады. 3-ті 11-ге көбейтсек 33, бөлімінде 1, 33-ті 1-ге бөлсек, жауабы 33 болады.
Аралас санды натурал санға көбейту үшін аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру керек. Натурал санды бөлшектің алымына көбейтіп алым етіп жазып, бөлімін сол қалпында жазу керек. Мысалы, 4,5-тен 2 көбейту 7 тең болады 5-тен 22 көбейту 7. Натурал санды алымына көбейтіп аламыз. 22 көбейту 7 бөлімі 5 өзгеріссіз қалады. Нәтижесінде 5-тен 154 шығады, ол бізде 30,5-тен 4-ке тең. Есте сақтаңыз, егер көбейткіштердің бірі 0-ге тең болса, онда көбейтіндінің мәні де 0-ге тең болады. Мысалы, 5-тен 1 көбейту 0 тең болады 0-ге, 0 көбейту 6,7-3 тең болады 0-ге. Егер санды 1-ге көбейтсек, онда көбейтіннің мәні берілген санның өзіне тең. 4-тен 3 көбейту 1 тең 4-тен 3, 1 көбейту 2,5-тен 1 тең болады 2,5-тен 1. Практикалық бөлім. Мынадай есептерді шығарайық. 3-тен 2 көбейту 7-ден 6. Бұл жерде жай бөлшектерді көбейтеміз, бөлшектерді қысқартамыз, мәнін есептейміз. 3 пен 6-ны қысқартып аламыз. 3-ке 3-ті 3-ке бөлеміз 1, 6-ны 3-ке бөлеміз 2. Алымдарын көбейтіп алымына жазамыз. 2 көбейту 2, бөлімдерін көбейтіп бөліміне жазамыз. 1 көбейту 7. Нәтижесінде 7-ден 4 шығады. Екіншісінде 7-ден 4 көбейту 10-нан 21. Бөлшектерді қысқартып аламыз. 21 мен 7-ні қысқартамыз. 7-ге 7-ні 7-ге бөлсек 1 болады. 21-ді 7-ге бөлсек 3 шығады. 10 мен 4-ті қысқартамыз. 2-ге 10-ды 2-ге бөлсек 5 шығады. 4-ті 2-ге бөлсек 2 шығады. Алымдарын көбейтіп алымына жазамыз. 2 көбейту 3, бөлімдерін көбейтіп бөліміне жазамыз. 1 көбейту 5. Нәтижесінде 5-тен 6 шығады. Ол тең 1,5-тен 1-ге. Аралас сандарды аралас санға көбейту үшін аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Жай бөлшектерді көбейтеміз, бөлшектерді қысқартып мәнін есептейміз. Үшіншісі 1,4-тен 1 көбейту 1,5-тен 1 тең болады 4-тен 5 көбейту 5-тен 6. Жай бөлшектерді қысқартамыз. 5 пен 5-ті 5-ке қысқартамыз. 4 пен 6-ны 2-ге қысқартамыз. 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. 4-ті 2-ге бөлсек 2 болады. Нәтижесінде алымдарын көбейтіп алымына жазамыз. 1 көбейту 3, бөлімдерін көбейтіп бөліміне жазамыз. 2 көбейту 1 тең болады 2-ден 3. Ол бізде 1,2-ден 1-ге тең болады. Екінші есеп. 7-ден 9-ды 6-ға көбейтеміз. Яғни натурал санды бөлшектің алымына көбейтеміз. Бөлшектерді қысқартамыз, мәнін есептейміз. 7-ні 6-ға көбейтеміз, бөлім өзгеріссіз қалады 9. Нәтижесінде 9-дан 42 болады. Оны аралас санға айналдырған кезде 4,9-дан 6 болады. 9-дан 6-ны қысқартқан кезде 4,3-тен 2 шығады. Екіншісі 12-ні 2,6-дан 1-ге көбейту үшін аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Натурал санды бөлшектің алымына көбейтеміз, бөлшектерді қысқартып мәнін есептейміз. 12-ні 6-дан 13-ке көбейтеміз. 12-ні 13-ке көбейтіп алымына жазамыз, бөлімі өзгеріссіз қалады 6. 12 мен 6-ны қысқартамыз. 6-ға 12-ні 6-ға бөлеміз 2, 6-ны 6-ға бөлеміз 1. Нәтижесінде алымында 2 көбейту 13, бөлімінде 1. 2-ні 13-ке көбейтсек 26. Нәтижесінде 1-ден 26 болады, ол тең 26-ға. Үшінші есеп. Ені 25-тен 9 см, ал ұзындығы одан 5 есе артық тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар. Есеп шартына сәйкес санды өрнектер құрастырамыз, бөлшектерді қысқартып мәнін есептейміз. Ең бірінші ұзындығын тауып аламыз. Ол үшін 25-тен 9-ды 5-ке көбейтеміз. Натурал санды алымына көбейтеміз, бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. 25-тен 9 көбейту 5 болады. 25 пен 5 қысқартамыз. 25-ті 5-ке бөлсек 5, 5-ті 5-ке бөлсек 1. Нәтижесінде 5-тен 9 шығады. Бұл берілген тіктөртбұрыштың ұзындығы. Ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Тең болады 25-тен 9 көбейту 5-тен 9. Алымдарын көбейтіп алымына жазамыз, бөлімдерін көбейтіп бөліміне жазамыз. 9-дан 9 алымында, бөлімінде 25 көбейту 5. Тең болады 125-тен 81. Жауабы тіктөртбұрыштың ауданы 125-тен 81 см квадратқа тең болады.
Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.